Саламатсыздар ма, 6 сынып оқушылары 490 бойынша алынатын ТЖП тапсырмасының екінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар егер қажет болса, каналымда басқа да нұсқалары бар, яғни жалпы нұсқасы, бірінші нұсқасы бар. Каналға өтіп, қажетті нұсқаны қарасаңдар болады. Ал енді оқушылар, бұл ТЖП-да 7 тапсырма беріледі, жалпы бал саны 20-ға тең. Ал енді оқушылар, бірінші тапсырмасы берілгендер қатары 13 натурал саннан тұрады. Осы қатардың қай сипаттамасы бөлшек сан бола алады? Өзгеріс ауқымы дегеніміз оқушылар, ол үлкен сан мен кіші санның азайтындысы. Мода дегеніміз осы берілген сан қатарындағы көп кездесетін сан. Арифметикалық ортасы дегеніміз осы 13 натурал санды қосып 13 деген санға бөлгендегі сан. Демек осы мінекей бөлшек сан болады. Арифметикалық ортадан бүтін сан шықпайды. Ал медианасы дегеніміз осы натурал сандардың, яғни берілген натурал санның ортасында тұрған сан. Мінекей бұл бізде бүтін сан шығады. Екінші тапсырмасы, тікбұрышты параллелепипедтің көлемі в сантиметр куб, табанының қабырғалары 4 сантиметр және 3 сантиметр, ал биіктігі h сантиметр. В көлемінің h биіктігіне тәуелділігінің формуласын көрсетіңіз дейді. Оқушылар, көлемді табу үшін ұзындықты, биіктікті және ұзындық енің биіктігін көбейтеміз. Ұзындығы 4-ке тең, ені 3-ке тең, ал биіктігі бізде h-ға тең. Сонда үшеуін көбейтетін болсақ 12h болады. Мінекей бізде в нұсқасына сәйкес келеді екен. Келесі үшінші тапсырмада координаталарға жазықтықта y тең 2x графигін салыңыз. Оқушылар, графикті салу үшін мұнда біз x-ның орнына қандай да бір санды қою арқылы нүктелер таба аламыз. X-ның орнына 0-ді қояйық және 4-ті қояйық. 0-ді қойған кезде 0 болады, 4-ті қоятын болсақ 8 болады. Сонда 0-де 0, 4-те 8. 4, мына бізде 8. Осы екі нүктені қосып ары қарай созып алсақ та болады. Оқушылар, келесі төртінші тапсырмасы, береке кафесінде 2 апта бойы үйге жеткізілген тапсырыстардың саны тіркеліп отырды. Берілгендердің қатары мынадай болды. Бірінші күні 37, ары қарай 35, 33, 43 деп ары қарай осылай күніге тіркеліп отырған. Осы қатардың өзгеріс ауқымын, арифметикалық ортасын, модасын және медианасын табыңыз. Оқушылар, мінекей берілген сандарды осылай өз суретімен жасап аламыз. Өзгеріс ауқымын табу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Сонда өзгеріс ауқымы тең болады 12-ке. Ал енді арифметикалық ортасын табу үшін барлық сандарды қосамыз. Барлық санды қосқан кезде 530-ға тең болады. Бізде 2 аптада 14 күн бар, бөлеміз 14-ке. 37,8-ге тең болды. Енді модасын табу үшін көп кездесетін, яғни осы қатардағы ең көп кездесетін санды аламыз. Ол бізде мінекей 43 деген сан. Медианасын табу үшін ортасында тұрған санды аламыз. Егер де бізде берілген қатар саны тақ сан болатын болса, қақ ортасындағы санды аламыз да. Ал егер жұп сан болатын болса, қақ ортасында тұрған санды аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 мен 8 аламыз. 35-ке 37-ні қосамыз, бөлеміз 2-ке. Сонда тең болады 36-ға. Ал енді оқушылар, 5-ші тапсырмасы, саяхатшының жүру графигі суретте көрсетілген. Мұнда мінекей графикке мән береміз. Тігінен қашықтықты, ал көлденеңнен уақытты береді. График бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Саяхатшы үйден шыққан соң 4 сағаттан кейін үйден қандай қашықтықта болды дейді. Мұнда мінекей 4 сағаттан кейінгі үйден қашықтығы мінекей 2, 4, 6, 8 болады. Ал енді Б тапсырмасында саяхатшы аялдамаға қанша уақыт жұмсады дейді, яғни қанша уақыт демалған сұрап тұр. Мінекей мына тұсты аламыз. Мына аралық бізде демалған уақыты. Мына тұс бізде 6, ал мына тұсы мінекей 12. Сонда 10-нан 6-ны азайтамыз, 4 сағат аялдаған. Үйге 6 метр қалғанға дейін саяхатшының жүрген уақытын табыңыз дейді. Оқушылар, мінекей мына бізде 6 километр. Мына аралық, мінекей мына аралық бізде 13 болады. 13, 14, 15, 16. Сонда 13 пен 16 аралығы 3 сағат болады екен. Енді соңғысы, алғашқы 2 сағатта турист қандай жылдамдықпен жүрді? Мінекей мына бізде 2 сағат, ол кезде 6 километр жүрген екен. Енді жылдамдықты табу үшін қашықтықты уақытқа бөлеміз. Қашықтығы 6 километр,
ал уақыты 2 сағат. Сонда тең болады 3 км сағатқа. Оқушылар, келесі 6-шы есеп. Есепті теңдеулер жүйесі арқылы шығарыңыз. 1 қорап кәмпит және 2 орам өрік 550 грамм, 5 қорап кәмпит және 3 орам өрік 1 кг 700 грамм. 1 қорап кәмпит неше грамм, 1 орам өрік неше грамм. Оқушылар, мұндағы біз кәмпитті X, ал өрікті Y деп аламыз. Енді теңдеу құратын болсақ, X қосылған 2Y тең болады 550-ге. Ал енді келесінде 5 қорап кәмпит және 3 қорап 3 орам өрік бізде ол тең болады екен 1700 граммға. Енді осы теңдеуден біз X-ті табу үшін 550-ден азайтамыз 2Y-ті. Енді осы өрнекті әкеп мұндаға қоямыз. X-ның орнына 550 азайтылған 2Y-ті қоямыз. Сонда тең болады 1700-ге деп аламыз. 5-ті көбейтеміз 550-ге, 2750 азайтамыз 10Y, қосамыз 3Y-ті тең болады 1700-ге. Y-терді бір жаққа жинақтаймыз. Сандарды бір жаққа жинақтаймыз. Қарама қарсы таңбамен. Енді мұнда бізде Y тең болады. Мұнда бізде минус 1050 болады. Бөлеміз минус 7-ге. Сонда Y тең болады 150-ге. Енді X-ті табамыз. X тең болады 550 азайтылған 2 көбейтілген 150. Мұндағы Y-дің орнына 150 қоямыз. Тең болады 300, 550, 250 болады. Сонда жауабы бізден сұрап жатыр. 1 қорап кәмпит неше грамм дейді? 1 қорап кәмпит 250 грамм, ал 1 орам өрік бізде өрік Y еді, ол бізде 150 грамм. Оқушылар, соңғы тапсырмасы бірінші айнымалының мәні 2 еселенген екінші айнымалының мәні мен 5 санның айырмасына тең. А тапсырмасына берілген тұжырымды символдардың көмегімен жазыңыз, ал Б-да осы тәуелділікке кесте құрып, оның графигін салыңыз. Бірінші айнымалының мәні бұл бізде А тапсырмасы 2 еселенген 5 санның айырмасына тең. Екінші айнымалының 2 еселенген және 5 санның айырмасына тең. Мінеки оқушылар, символдың көмегімен жазып қойдық. Енді X-ның орнына мысалға 0-ді қоятын болсақ және 2-ні қоятын болсақ, Y қаншаға тең? Осы кестені есептейік. 0-ді қойған кезде минус 5 болады. Мұнда 0-ді қоямыз, 0 болып кетеді, минус 5 қалады. 2-ні қойсақ 4 болады, 4 азайтылған 5, сонда бізде минус 1 болады. Енді мұнда орындайтын болсақ, 0-де минус 5, 0-де минус 5, 2-де минус 1. Мінеки мына жерде. Енді осы 2 нүктені қосамыз. Мінеки бұлай қосылады, ары қарай сосаңдар болады. Оқушылар, видеоның соңына дейін қараған болсаңдар, есептер түсінікті болса, каналға жазылып, лайк басып, өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.